сабағымызды амандасудың бір ерекше түрімен бастайықшы. Келе ғой. 1, 2, 3, тойға жинақ көш. Жақсы. Ендеше бүгінгі сабағымызды ерекше бір күшпен, ерекше бір көңіл күймен бастайық. Армұр, қазір жылдың қай мезгілі? Қай жыл мезгілі қазір? Көктем, дұрыс айтасың. Қазір көктем мезгілі. Көктем мезгілінде қандай өзгерістер болады? Құстар, жылы жақтан құстар ұшып келеді, жақсы. Тағы қандай өзгерістер болады? Ауа райында қандай өзгерістер болады? Қар еріп? Күн жылы. Күн жылынады, е? Қане, күн жылынады, айтайықшы? Күн жылы. Арман, мен бүгін сабаққа келе жатып, бір дауыс естідім. Сол дауысты саған басып алып келдім. Қане, тыңдап көрейікші, ненің дауысы? Табиғаттың дауысы. Дауысы өте дұрыс. Әжеттің дауысы. Өте жақсы, дұрыс айтасың. Бейнероликке назар аударайық. Сандарды Сәлем достар! Сандарды бірге үйренейік. Ал кеттік. Bir, iki, üç, neni gördük beynerolikte? Бірден, нешеге дейінгі сандар? Мынау қандай сан? 20. 20. Бүгінгі жиымызге. Жақсы, 20, е? Ендеше Арнұр, бүгінгі сабақта біз бірден 20-ға дейін сандардың ретін және оларды салыстыру және қосу алу амалдарына есептер шығарамыз. Бірден 20-ға дейін сандарды еске түсіріп алсақ, онда тапсырмаға кірісейік. Суретпен жұмыс. Бұл жерде барлығы қанша дейді Арнұр? Аяз атаның шапкалары берілген, шапканы санап, санымен сәйкес шығады. Жақсы, жазалым. Өте жақсы. Келесі 4 қап. 4 қап жазалым. 3 тест. Жақсы. 7. 7 нені суреті? Жақсы. Өте жақсы. Өте жақсы. Келесі тапсырма. Арман. Мұнда есептер берілген. Яғни есептерді шығарып, жауабын астындағы табақтағы сандармен сәйкестендіреміз. Қане, бастайық. Сызып көрсете ғой. Яғни 18-ден жауабы табақтағы 18 санына сәйкестендіреміз. Жақсы, келесі есеп 20. Қанша болады? 20. Жақсы, өте жақсы, белгілі. 20 саны қайда еді табақта? 20 санын тапшы. Өте жақсы. Келесі есеп шығарамыз. Жақсы. Арнұр, олай болса келесі тапсырмаға көшейік. Мына суретте қанша құсты көріп тұрсың? Қанша құсты көріп тұрмыз? Қане санашы? Қанша құсты көріп тұрсың? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жақсы.
Жақсы, жаза ғой. Мақсым көрсетші маған, 6-шы қыз қайдаdır? Мен көріп тұрған жоқпын 6-шы қыз. Аста. Тұрып көрсетші қане? Аста. 1, 2, тынақ. 3, асқа. Яғни 6-шы қыз. Құстың ар жағында жасырынып тұр, иә? Жақсы отыра ғой. Келесі тапсырма. Бұл да сондай тапсырма, ұқсас тапсырма. Құстардың санын санаймыз. Қане санаймыз. Асықпай сана, жанына барып сана, жағылып. Тұра ғой. Жақсы, сана ғой. Арнұр қанша қыз санады? Яғни 7-ші қыз қайсысы? Қайда жасырылып тұр? 7-ші қыз қайда жасырылып тұр? Ағашта. Яғни 7-ші қыздың несі ғана көрініп тұр? Құйрығы, қанаты және де аяғы көрініп. Аяғы көрініп. Қай енді Арнұр салыстыршы? Қай тұста жұмыртқа көп? 12. 12, яғни 8 санынан 12 саны үлкен, яғни жақсы. Арнұр, енді салыстырайық. Қанша қыз бірінші суретте? 6. 6 қыз, екінші суретте 7 қыз. Енді салыстырайықшы, қайсысы көп? Мынау. Бұл қандай сан? 7. Яғни 6 санынан 7 саны көп, үлкен. Жақсы. Келесі тапсырма Арнұр. Арнұр, мынау не? Жұмыртқаны біз қайдан аламыз? Кім береді бізге жұмыртқаны? Жоқ, кім береді бұл жұмыртқаны? Сиыр бере ма бізге жұмыртқаны? Тауық береді, дұрыс айтасың. Олай болса, бірінші ыдыстағы жұмыртқаны санап, екінші ыдысқа саламыз. Сана. Орналастырайық. 1, 9 шығар. 12 санының сандардың арасынан алып, сол ыдыстың үстіне қой. Так, 12 деген сан. 12. Тез. 12 жақсы қоя ғой. Енді екінші ыдыстағы жұмыртқаны санап салып орналастыр екінші ыдысқа. 8 жұмыртқа. Жақсы орналастыра ғой. Sana 1, 8 санын қылып, жұмыртқаның үстіне орналастыр. Жақсы, өте жақсы. Енді Арнұр салыстыршы, қай тұста жұмыртқа көп? 12. 12, яғни 8 санынан 12 саны үлкен, яғни жақсы. Арнұр, көктем мезгілінде бізге не керек? Жеңіл киімдер қажет, иә? Жақсы, сосын шана қажет па? Жоқ, шана қай мезгілде қажет? Қыс мезгілінде. Қыс мезгілінде, сонымен қатар бізге не керек? Біз салауатты өмір салтын ұстанып, мықты болып өсу үшін бізге не керек? Дәрумендер керек. Дәрумендер қайдан алынады? Көкөністерден алынады, иә? Көкөністерден. Олай болса, бүгінгі тапсырмамыз бұл жасырын көкөністер деп аталады. Бұл жерде көкөністердің санын алып, жазамыз қане. Қамай ғой, жоқ, боямаймыз, санаймыз. Неше көкөніс жасырылған? Қане санайықшы, неше көкөніс жасырылған? 3. Санай ғой. 1, сана. 2. Сосын барлығы қанша санаш? Көкөністердің санын алып, бояуымыз қажет. Бояйық.
Сәбіздің түсі қандай болады? Қызғылт сары. Қызғылт сары, жақсы, бояйық. Сәбіздің басында шөп. Ол қандай түс болады? Жасыл. Сабағы жасыл түс болады, жақсы. Жылдан бұқамыз. Сесіз ойны. Жақсы. Аннұр, енді қызанақты қандай түспен бояйсың? Қызыл түстімен. Қызыл түс өте дұрыс. Қазір мен үшінші сәбіздің. Жақсы, Аннұр. Біз көкөністерді бояп болдық, иә? Енді барлығының саны қанша көкөніс көріп тұрсың суретте? Санашы. Қанша көкөніс көріп тұрсың? Санай қандай? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жақсы, жазақ. Жақсы, сурет салып болса, Арнұр, көкөністің санын санашы қане? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Жақсы, жазағы. Енді екі тапсырмадағы көкөністердің санын салыстырайықшы. Бірінші суретте қанша көкөніс болды? Жаздың ғой жаңа. Қанша көкөніс? 9. Екінші суретте? 13 көп. 13. Демек, қайсысы үлкен, қайсысы кіші? Мынау кіші. Мынау көп. Көп. Жақсы. Арнұр, есеп шығарып, біз шашадық, иә? Олай болса, тергеу сәтін жасап алайық. Қане, орнымыздан тұрамыз. Біз бүгін ұстаймыз. Бұтақтан. Арнұр, келесі тапсырмаға көшейік. Қане, сен білесің ғой компьютерді? Олай болса, өзің басқара. Тапсырманың есебінде дұрыс шығарыпсың, иә? Жақсы. Жақсы алдың. Сен бүгін сабақта тапсырмаларды өте жақсы орындадың. Саған көп рахмет. Мынау менің саған сыйлығым. Арнұр, бүгінгі сабақтан не өттік? Тапсырмаларды. Қандай тапсырмалар шештік? Нешеге дейінгі сандарды өттік? Бірден? Нешеге дейінгі сандарды өттік? Бірден? 20-ға дейінгі сандарды. Не істедік? Қосып? Азайттық. Жақсы, сосын? Салыс?